Ақылды лақ. Бір бұзау, бір тоқты, бір лақ. Ел көшкенде ойнап жүріп, байқаусызда жұртта қалыпты. Үшеуі түрнектеп жүріп, қос тұрғызып алыпты. Қосы бір бұлақтың басында екен, оның қасында зәулім бәйтерек өсіп тұрыпты. Бұлар айдалада ең қалғанын естіп, бір тойып алайын деген ниетпен аю іздеп келіпті. Лақ арбаңдап келе жатқан аюды көреді де, алдынан жүгіріп шығып қарсы алыпты. Содан қосқа ілестіріп келіп, есік ашады да төрге шығарады. Бұлар үйге кірген кезде, аю ағамыз келіп қалған екен, не тамақ береміз деп сұрайды тоқты лақтан. Сонда ағы лақ даусын көтеріңкіреп: басқа аюдың басын ас, соңғы аюдың төсін ас, дым болмаса осы аюдың өзін сойып, барлық етін түгел ас депті. Мұны естіп отырған аю, бұлар аюдың етін жейді екен ғой деп ойлап, орнынан атып тұрып, әй-шайға қарамай тұра қашыпты. Зытып келе жатса, қарсы алдынан қасқыр кездесе кетеді. Аюдың қылығына таңданған қасқыр: «О, аюжан, неден қашып келесің сонша аптығып?» деп сұрайды. Бұған аю айтады: «Мына белдің арғы жағындағы бұлақтың жағасында бұзау, тоқты, лақ үшеуі тұрады. Соларды байқап көрейін деп барып ем, өзімді жеймін деген соң зорға қашып құтылдым». «Қой әрі» дейді қасқыр, әлгі аюдың сөзіне күліп. «Бір аюдың басын, бір аюдың төсін жейміз деп дауласып жатқанда, мен қаша жөнелдім. Ендеше жүр, екеуміз бірге барайық. Үшеуін де қоршап алып, тең бөлісіп желік» дейді қасқыр. Оған аю көнбей жүрексініп: «Жоқ, мен бармаймын, өзің ақ бара бер» деп тартыншақтайды. Сол арада қасқыр жіп тауып алады да, бір ұшын аюдың мойнына, бір ұшын өзінің мойнына байлайды. Сөйтіп аюды зорлықпен алып жүреді. Аюды жетелеген қасқыр тартыса қосқа жақындағанда, лақ жүгіріп сыртқа шығып: «О, Қасеке, біз үшеуміз ол аюға тоймаймыз» деп айғайлайды. Бұл сөзді естіген аю бұрынғыдан бетер шошып, кері қарай қаша жөнеледі. Қасқыр жіпке буынып қылғынып қалады. Бір жерге келгенде аю жіпті үзіп тастап кетеді. Ес-түсінен айырылып, әлсіреп жатқан қасқырға дала кезіп жүрген тағы бір қасқыр келіп: «О, досым, неғып сұлап жатырсың?» деп сұрайды. Әлден уақытта есін жиған қасқыр: «Неғып жатушем? Аюдың ақымақтығынан өлгелі жатырмын. Мені аю сүйретіп шығып кетті» деп басынан кешкен оқиғаны айтып береді. «Онда өзіміз ақ барайық» деп өзеурейді хал сұраған қасқыр. Сонымен екі қасқыр қосқа қайта барады. Бұларға қолданар шарасы таусылған бұзау, тоқты, лақ үшеуі бәйтерекке шығып алады. Лақ бас жағына, тоқты орта тұсына, бұзау олардан төменірек орналасады. Бәйтеректің түбіне келген соң, әлгі жолдан қосылған қасқыр: «Кел, екеуміз мына ағашты ырғайық. Аналар алма құсап жерге төгіліп түседі» деп ағаш астына келіп дайындалып тұрғанда, бұзау отырған бұтақ сынып кетеді де жерге топ ете түседі. Содан сестеніп тұрған қасқырдың бел омыртқасы үзіліп кетіпті. Бұдан кейін аю қылғындырып кеткен қасқыр қорқып, өз бетімен қаша жөнеледі. Сөйтіп бұзау, тоқты, лақ ажалдан аман қалыпты. Күзде ескі жұртына қайта көшіп келген иесі аман есен жайылып жүрген малын тауып